баланың тәрбиесі кемшін қалып жатқаны жасырын емес. Сондықтан біз ең әуелі осы мәселе мемлекеттік деңгейде, бір идеологиялық деңгейде отбасы құндылығын сақтау, отбасы институтын дамытуға көңіл бөлуіміз керек. Бүгінде әрбір баланың қолында смартфон жүргендіктен, әлеуметтік желіге доступ болғандықтан, бүгінгі балаларымызды сөздің шыны керек, әлеуметтік желі, оның ішінде феномендер тәрбиелеп жатыр. Қазіргі жаңа буын өкіліне, мәселен, ата-ана емес кумир, былайша айтқан кезде ата әже емес, бір тиктоктағы немесе әлеуметтік желілердегі бір феномен, қалыптасқан бір тұлға, сол оған үлгі болады. Біз осы мәселеде қоғамда ата-ананың, әсіресе әкенің және ананың рөлін арттыратын, соның мәнін кәдімгідей терең қалыптастыратын, модель ретінде қалыптастыратын бір шаралар атқаруымыз тиіс. Әйтпесе бала қазақтың өзі сөзінде де мәселен әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер дейді. Яғни бірінші біздерге балаға модель болатын интернеттегі бір феномендер емес, ата-ана болғандығын біз көрсетуіміз керек. Сондықтан да қазақ айтады ғой, мәселен көргенсіз деген сөз бар, яғни көргенсіз ол осы ата-ананың былайша айтқан кезде жақсы тәрбиесін, ата-ананың бойында тұлғалық бір қасиет көрмегендігін, яғни көргісі келмегендігін, сондай баланың көргенсіз болып өсетіндігін айтады. Бүгінде осыған қарай бет алу баршылығын байқаймыз. Сол үшін айтатынымыз, ата-аналар баланы өсіріп жетілдіру дегенде материалдық қамтамасыз ету емес, оның рухани тәрбиесінде, оның болмысында қалыптасатындай өзі үлгі бола алу керек. Себебі бала не көрсе, соны жасайды. Яғни сондықтан да қазақ ұяда не көрсең, шұқанда соны ілесің дейді. Біз осы мәселеге мән берсек, ата-ананы балаға кәдімгідей тұлға ретінде көрсете алсақ, өзімізді сол тұлға ретінде қалыптастыра алсақ, рухани кәдімгідей отбасында оқулар, кітап оқулар, белгілі мәселелер талқыласулар, сондай рухани қандай да бір ықпал ететін әңгімелердің айтылып жатқаны жақсы. Кейбір мемлекеттер мәселен осыған байланысты тіпті жалпы мемлекет болып мектептерде әртүрлі бастамалар жасағаны бар. Мәселен, Түркияны алатын болсақ, кейбір мектептердің кешкісін телевизорды қарайтып, үйдің ішін жарқырат деген бір ұрандар тастап, сөйтіп ата-аналарға бір ой салды. Сол секілді соны айтар едік. Мәселен, бізде де кешкісін смартфондарымыздың экранын қарайтып, телевизорымызды қарайтып, үйді жарқыратайық, яғни әңгімелесейік, баланың былайша айтқан кезде ағартушылығына мән берейік, рухани дамуына, тәрбиесіне мән берейік, кешкісін барып тек қана газет немесе смартфон шұқылап отырғаннан гөрі дегім келеді.